Қайырлы күн достар, химия 7-ші сынып ауа жану реакциясы бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың екінші нұсқасын талдаймыз. Бірінші нұсқасы каналда тұр, немесе төменде комментарийде сілтемесі көрсетілген. Екінші нұсқасын қарастырайық, оқу мақсаттары көрсетілген. Тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма берілген сурет бойынша ауа құрамына кіретін газдарды анықтаңыз. Так, бұл суретте жасылмен берілген ол азот газы. Мына СО2 деп тұрған ол көмір қышқыл газы. О деп тұрған ол О2, яғни оттек газы. Сарымен берілген аргон деп тұрған ол инертті газ. Инертті газдар. Және H2O-мен берілген су, ол су буы түрінде ауаның құрамында үнемі болады. Су буы. Осы жазылғандардың барлығын мына жерге теріп жазасыздар. Б тапсырмасы ауа құрамына кіретін газдардың көлемдік үлесін жазыңыз дейді. Ол енді азот 78% кіреді, оттек шамамен 21% болады, көмір қышқыл газы 0,4% шамасында және 1% шамасында инертті газдар болады. Осылай деп жазсаңыздар дұрыс болады. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Фишбоун әдісі арқылы ауаның ластану себептерін анықтаңыз дейді. Оны бірден мынандай сөздер арқылы жазсам, балықтың әрбір қабырғасына бөліп жазуларыңызға болады, немесе бірден де мынандай қылып жазуға болады. Көптеген завод, фабрикалардың, түрлі түсті металлургияның, кәсіпорындардың, антропогендік іс-әрекеттердің, яғни бұл жерде көліктер бар, одан кейін ормандағы өрттер бар, әртүрлі нәрселерді жағу бар, тыныс алу бар, шіру процестері бар. Осының барлығынан ауаға шығатын зиянды заттар ауаны ластаушы көздер болып табылады. Бұл себептері. Енді осы атмосфераның ласталуына дәлелдер келтіріңіз дейді. Осы жоғарыда аталған себептерден не пайда болуы мүмкін атмосферада? Смог, яғни күйе пайда болуы мүмкін, қышқыл жаңбырлар жауы мүмкін. Олар деген жаңағы өсімдіктерге зиян болып келеді қышқыл жаңбырлар. Ол сулармен ағып өзендерге түсетін болса, жаңағы судағы тіршілік иелеріне зиян тигізеді. Одан кейін смог деген тыныс алу жүйелерін, тыныс алу жолдарын бүлдіреді. Мысалы, парниктік эффект туындауы мүмкін осылардың әсерінен. Парниктік эффект деген біздің ауа райымыздың атмосфераның жаңағы жылуын, температурасын көтеріп жіберіп, мұздақтар еріп, әлемді су басуы мүмкін. Озон қабатының бұзылуына әкеліп тудырады. Озон қабатының бұзылуы жаңағы күннің ультракүлгін сәулесін қатты өткізіп жібереді де әртүрлі ауруларға әкеліп соқтыруы мүмкін. Міне осындай себептерді, жаңағы дәлелдерді жазсаңыздар болады. Сонымен ауаның ластануына қорытынды жасаңыз дейді. Бүгінгі таңда атмосфера ауасының тазалық сапасы бұрынғы кезден ауытқуда. Оның негізгі себептері ауаға адамның антропогендік іс-әрекетінен болатын әртүрлі газдардың шығарылуы болып отыр. Атмосфералық ауаның әртүрлі зияндармен былғануы адамның органдарының ауруына, оның ішінде тыныс мүшелерінің ауруына әкеліп соғады деп, жаңағы жоғарыда айтылған, ауызша айтқан себептерді жазуға болады. Келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмаға ұсынылған заттарды жану қабілетіне байланысты сәйкестендіріңіз дейді. Тез тұтанатын, жанғыш және жанбайтын заттар. Шырпы бізде ол тез тұтанатын зат. Тез тұтанатын затқа сонымен А жатады. Этил спирті ол жанғыш зат. В бізде 2-ге жатады. Сым ол жанбайтын зат. Тек балық дейді, сондықтан ол жанбайтын затқа жатады. С. Мәрмәр, бор деген ол жанбайтын зат. Д 3-ге жатады. Су да жанбайтын зат, ол Е де 3-ге жатады екен. Картон ол жанғыш зат, F.
екіге жатады. Көмір, жанғыш, отын, аш 2-ге жатады. Міне, осындай жауаптарды жазасыздар. Келесі 4-ші тапсырма. Кестедегі дұрыс құрастырылған оксидтердің формасын көрсетіңіз деп, дұрыс анықталған қатарда оксидтердің жіктелуін жазыңыз деп. Так, оксидтерді көрсетуіміз керек. Ол барий оксиді, мінекей. Мұнда көміртек 4 валентті оксиді тұр. Және міне күкірттің 4 валентті оксиді тұр екен. Так, енді осыларды жікте дейді. Негіздік және қышқылдық оксидтерге. Металл оксиді, барий оксиді ол негіздік оксид. Және көміртек пен күкірт деген бейметалл болғандықтан олар қышқылдық оксид. С тапсырмасы анықталған екі оксидтің түзілу реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Енді ауа жану процестері болғасын, біз бұларды тікелей оттекте жағу арқылы жазамыз реакциясын. Сөзбен жазыңыз дейді. Бірінші реакциямен жазып көрейік. Енді барий қосылған O2 шығады. Барий О. Реакцияны теңестіреміз. Так, бұны сөзбен жазу үшін сонда барий қосылған оттек шығады. Барий оксид деп жазасыздар. Барий оксиді. Так, екінші оксидіміз қышқылдық оксидтің біреуін алайық. Так, күкіртті алайық. Күкірт қосылған оттек те жанса, SO2 түзіледі реакциямыз. Тең оны сөзбен былай жазамыз. Күкірт қосылған оттек шығады. Күкірт оксиді. Мінекей, осылай тапсырманы орындауға болады. Осы тапсырмалардың барлығына дискриптор бойынша 11 балл беріледі екен. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге БЖБ-да сәттілік тілеймін.